негізі білді ғой, дұрыс па? Білді. Өзінің үлкен қызға көзқарасы қалай болды ата-анаңның? Ертең үйде кішкене басың андай не болып кетпей ме? Флаг, короче, мына жақта болып кетпей ме деген вопрос та? Бізде бауырым Қызылордада андай бір қызды биік қойып болмаса ауылды төмен қылу деген жоқ. Бізде барлығы білет. Қызылорда халқында, Қызылорда қаласында балдары қандай екен, осы жерде отқан кісілер де білет шығар. Өзінен қанша жас кіші болса да, өзінен жоғары санамайды қыздар. Жоқ, мынандай ғой негізі, қазір көбісі айтып алады ғой, ойбай, мынандай болады деген секілді, бірақ ертең арада сөз болады, ұрыс керіс болады. Сол кезде қыз жақтан кішкене басылып қалмайсың ба деген сұрақ қойып тұр ғой. Басылатын түрге ұқсап тұрмын ба? Соны дәлелдесең болды, главное, ертең мына жерде отырып қалма деген ғой. Абылай ханым. Ондай болмайды. Балса ханым, мен 27 жастамын, бірақ мен 22-23 жас көрінемін деп ойлаймын. Сезіндіңіз ба? Ал, мысалы, Манаржанның қасында өзіңізді бір кішкентай қыз сияқты сезіну дегендей болды ма? Иә, болды. 19 жасқа ұқсамайды. Мен ойлағам 25-26 жас деп. Балса ханым, сұрақ қойып кетсем болады ма? Шолпан. Манаржан, қош келдіңіз. Мен де сұрақ қойғым келіп отқан. Жаңа Перизат айтып жатыр ғой, мен жас көрінемін, өзімді жас сезінемін деп, болысы рас. Негізі көңілі де жас, сіз де жассыз деген дейді. Енді сіздерде алдағы уақытта таныстық жалғасып жатса, бәрі жақсы болып жатса, сіздер алдағы уақытта қандай жерлерге барып қыдырғанды планировать етіп жатсыздар деген ғой. Сізге мен подсказка беріп жібере аламын негізі. Перизатқа негізі ойын-сауық орталықтары, клубтарға барған ұнайды. Сонда ендігіде клубқа барсаңыз болады деп айтайын деген ғой. Иә. Өйткені өзінің айтқаны бар да, мен негізі аптасына сондай бір-екі рет сондай жерлерге барып демалғанды ұнатамын деп. Ол рас па? Жалпы рас па? Иә, рас. Өзінен сұрайын. Аптасына емес, бір айда бір иногда Бишкекте барып тұрчумын, иә. Қыз достарыменен. И сол жерде андай шамалы ерсілеу билегенге қалай қарайсыз? Жалпы ол... Шолпан, сен көрдің бі? Мен ашанты билегенімді. Көрдім, иә. Ол нәрсе... Сен көрдің? Мен барып жүресің бі клубқа? Жоқ, мен сенімен бармайым, өкінішке орай. Себебі маған клуб деген нәрсе мүлдем ұнамайды. Сен өзің барың болған ғой, ұмытып қалдың бі? Үміткерім де айтқан болатын, мен бармаймын клубқа. Онда жігіт шақырса да бармаймын. Просто көргенім бар да, соған айтып отқан. Қалай қарайсыз соған сіз? Енді ол жағын алдағы уақытта көрерміз. Қазірге енді ештеңе деп айта алмаймын. Жассыз ғой дегенім ғой, енді екеуіңіз барып билеуге. Жас қызбын, эмне болып тұр барсам? Соны айтып тұрмын ғой енді, соны. Баласы ханым, Перизат ортаға шықса, Абылай ханым белсенді. Оянат. Алдында отырып сөйлей алмай отырып қоймыз дейді. Қош келдің, бауырым. Қош көрдік. Мен мына жерде не көріп тұрмын да? Мына жерде мен бұл бала алдында мен болмай қалдым, 300-400 мың айлық табыс табам дедім, иә? Солай деді. Енді Перизатқа мен айтқым келіп отыр да. Бұл жігіт бұл қызды асырай алмайтын сияқты, өйткені бұл қыз тамақты өз жасамайды, бұл кісі тапсырыс береді дегендей. Бұл кісінің өзінің условиясын өзін жасау қиын негізінде, бауырым. Сен соны біліп келдің ба? Сен асырай алмайтын сияқтысың, менің ойымша, осы қызды. Ол жағын қалай түсінсек болады, асырай алмайсың деген. Мысалға, мен қалтамды санап жүрсің бе әлде, бауырым? Айтшы. Мен сені танымаймын. Енді танымайсың, дұрыс па? Танымағаннан кейін онда керек емес, асырай алмайсың. Ол асырай алмайсың деген ол жігітке тән емес нәрсе. Любой жігіттің қолынан асырау келеді, екі қолға бір күрек, бауырым. Сен қазір қаншадасың, бауырым? Жасым 19-да. 19 жасым, енді болашақта мүмкін өзгерістер жасайтын шығарсың. Бірақ қазір сен осы қызға келіп отырсың ғой. Осы кісіні енді бір өз алақанымда ұстаймын деп, дұрыс па? Енді бұл кісінің өзінің талаптары бар да, бұл кісі тамақ жасай алмайды, бұл кісінің өзінің қыдыратын жерлері бар, бұл кісі анау-мынау жерге бара бермейді сосын, бұл кісі енді соны асырай алмайтын сияқты деп жатырмын да бұл кісіні. Баласы ханым, айтып кетсем болады. Айтады ғой, аял заты мотивация болады деп. Жанында құлпырып мен тұрсам, көрік ақша тапқанды үйренеді деп ойлаймын. Кім үйретеді? Мен бұл жерге Абылайға қарсы пікір айтқым келіп отыр да, если қыз ұнатқан жағдайда, ол кез келген жағдайда өзгереді қыз. Жігітке байланысты мен ойлап тұрмын, жігіт керемет, талпынысы да жақсы, внимание жақсы бөліп жатқан сияқты. Мен бұл жігітке сұрақ қойғым келіп отыр. Үй үшін достарын қалай қабылдап жатыр, не айтып жатыр, соны сұрағым келіп отыр. Тима, қойсаңшы, мен осы жерде жауап бере салайын саған. Бұл жерде қазір талай көріп жатырмыз ғой, қыздардың секіріп кетіп жатқандарын. Мысалға айтады ғой, жоқ, ол секрет ол. Алтын көрсе жолдан таяды дейді ғой, Тима. Көп осы періште алтын көрсе жолдан таяды дейді. Осы қалада өзіміз жүрміз ғой, мысалы, осы жобада да көріп жатырмыз негізі. Көп қыздар негізінде жағдайға қарайды бәрібір. Не десең де қарайды негізі, Тимур. Қалай ойласаң да қыздар жағдайға қарайды, қалтаңа қарайды негізінде. Түбінде тақалған кезде, тақалған тықырыққа келген кезде, ол айтты ғой мына жерде, көрдің ғой, түрінге кешіріммен қараймын, ақшасы болса деді. Сол сөз жеткілікті деп ойлаймын. Тимур, ойыңызды аяқтаңызшы. Жоқ, ол қарайды, қандай жағдайда қарайды. Кез келген жағдайда қыз қарайды, бірақ ұнатқан жағдайда
қыз талаптарын өзгерте алады. Ернар. Иә, Баласахан, ассалаумағалейкум бауырым, қош келіп отырсың. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Жақсы негізі, аккуратно, өте әдемі сөйлеп отыр шы негізі. Бұлай кездесуде, гүліде жақсы. Ең басы жақсы басталып жатыр. Енді андай нәрсе ғой, біреу 19-ында баспын дейді да Баласахан, біреу 30-ында жаспын дейді. Сондықтан Абылайхан ғана барлығын жасай алады деген әңгіме емес қой. Асырай алмайсың деген нәрсе. Просто өзің көтеріп біреу түсірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жігітті де біз білмейміз, танымаймыз. 19-да болса да сыртта істеп жүрген тірліктері 30-ға барып қалар деген сияқты. 30 жастағы жігіт сияқты іс-әрекет жасап жүруі мүмкін. Сондықтан ол мақтанып өзіңді көтеру деген нәрсе дұрыс емес, Абылайхан. Аға бауырсыздар, осы жерде отқан үлкендеріміз негізі сіздер наоборот. Бұл жігітте де жасауға болады. Бұл жігітте жасайды. Алдағы уақытта жақсы таныстық болсын бауырым. Тек қана алға сөйтіп кішкене жігерлендіріп жіберу керек сияқты деп ойлаймын. Жоқ, бұл жерде Баласахан бола ма? Айтайыншы, Ернар кішкене Абылайхан жауап тиіп кетті. бересіз ба? Айтсаңшы өтініш. Абылай, бола ма Баласахан? Иә. Иә. Кіре алмай отыр да бағанадан бері, негізі сәл шамға тиіп кетті. Бұл жігіт шыны керек 30-ға келсе де орда бұзатындай жас істеп жатыр. Сен оның тірлігін де білесің қандай екен. Бірақ бұл айтқысы келгені, сен Манаржан бауырым бір күні таусыласың ғой дейді. Сол таусылған кезде сен білмейсің ғой қалай екен деп айтып жатыр. Бұл кісі кішкене енді сондай нәрсеге көп қарайды. Сол Манаржанның несіне положениесіне қарап айтылып жатыр. Сен күнде осылай жүрмейсің ғой, бір күн таусылып қалған кезде жоқ болып кетпей ма деген сияқты айтып жатыр. Перизат. Баласахан, мен Абылайға жауап берсем болады ма? Абылай, мен тек қана ақшаға қарасам, сен маған сезімің бар дегенде сен мен жүріп алмақмын. Мен адамгершілік дегеннен қараймын, понимаешь это? Мен осы жерде айтайын. Бізде анау қалып кетті ғой біраз әңгіме. Біз мәселеге келе жатқан кезде, біз сол кезде әңгімелесуді мен тоқтатқан едім да негізі жолда. Сөйлеспей келе жатқам негізі. Тырысып алдым да өзім. Ол жерде енді мен тоқтатқам деп, мен сені типа мені түсірмей ақ қойшы бұл жерде Перизат негізі. Сен өзің жақсысың ғой уже. Баласахан. Біраз уақыт сөйлемей ақ қойшы. әңгімені әрі қарай жалғастырудың Мен сөйлесем болады ма? Жәнібекке жауап берген Баласахан. Мен сөйлеп жіберейін, ә? Есіміңіз кім еді сіздің? Абылай ма? Абылай, сіз жалпы жасыңыз 30-да, иә? Қателеспесем 30-ға таяп қалдыңыз. Енді 30-ға таяп қалып, мынандай әңгіме айтып отырғаныңыз өзіңізге ұят емес па? Мысалға, мен тастадым, анау бүйттім, сөйттім деген ол жігіттік абыройға жат емес па? Не айттың сен, бауырым? Түсінбедім сен. Сен жаңа ғана айтып отырсың да, мен сені тастағам, мен тоқтатқам деген сияқты әңгіме айтып отырсың да, сондайға келтіріп отырсың. Енді ол ондайға келтірген нәрсең ол абыройлық деп санап отырсың. Бауырым, естіп алшы бірінші, иә? Мен араласпасай бұл жерге, сен бұл кісі ешкім емессің. Қалай араласпасай? Бұл жерде екеуміздің таныстығымыз ғой, сен екеуің таныстықтар емессің. Сен ешкім емессің. Сен болған жоқсың бұл жерде. Сен болған біреусің ба не? Сен бауырым тонды баста. Мен тонымды басты. Бізде дәл қазір жарнамада